Бәріңе сәлем достар. Бүгін тасымалдаушы деп аталатын, егер өтірік патруль инедей қадалып жатса, орысша перевозчик фильмі. Короче, сол киноны бірнеше минутта сатырлатып айтып, райстан алып келген приколдарын тағатын мен, жұрттың киносы. Ауди 200-каның рөлінде саусақтарына дейін шыттай болып киініп алған еркек отырады. Оған бір лапша шашта қыз келіп дөңгелегін ауыстырып беруін сұрайды. Бірақ мәрт жігіт көмектесуден бас тартады. Қыз оған тапанша тірейді. Оны машинадан алып шығып, оның орнына дәу қара жігіттер отырып алады. Ал кеттік десе машина ота алмайды. Ол үшін арнайы кодты теру керек. Бригада машинадан атып шығып кодты талап етеді. Қазір сендерге кодты айтам деп жігіт асықпай шешінеді. Сосын шеттерінен әтәт қылады. Жалғыз қалған қыз жігітке тапаншасын шошаңдатады. Жігіт қызға үйіне барып үй тапсырмасын орындауын айтады. Қыздың сол жерде ақылы кіріп сабағына, ал жігіт өз шаруасымен кетеді. Жігіт мектептің алдына келіп тоқтайды. Сыртқа жүгірген балалардың бірі жүгіріп